Сәлеметсіздер ме балалар? Бізде бүгін 54-ші сабақ бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылатын сызықша. Алдымен балалар, біздің каналымызға тіркеліп, лайк және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. 13-ші жаттығу мәтінді тыңда. Астанадан 6 шақырым жерде құлагерге ескерткіш орнатылған. Ескерткіш Астана-Көкшетау тас жолының бойында тұр. Құлагердің мүсіні мыстан құйылған. Құлагер әйгілі ақан серінің тұлпары. Ақан 16-17 жасынан әнге, өлеңге, домбыраға әуес болады дейді. Мәтіннен өзіңе қандай жаңа ақпарат алдың? Ол ақпараттар саған ұнай ма, ұнаса неліктен дейді. Балалар, біздер құлагер ақан серінің әйгілі тұлпары болғанын, оған арналған ескерткіш Астана-Көкшетау тас жолында орналасқандығы, ол мыстан жасалғандығы туралы ақпарат алдым. Сонымен қатар ақынның өзі 16-17 жасынан әнге, өлеңге, домбыраға әуес болған екен дейміз. Маған бұл ақпараттар ұнады, себебі мен ақан сері туралы мәліметтер алдым дейміз. Өз өлкеңде қандай ескерткіштер бар дейді. Мысалы, мен балалар Астана қаласындағы ескерткіш туралы жаздым. Сіздер қай қалада тұрасыздар? Сол қаладағы ескерткіш туралы ғаламтор желісінен ақпарат алсаңыздар болады. Мысалы, мен Астана қаласында тұрамын. Астана қаласында көптеген танымал адамдардың ескерткіші бар. Солардың бірі Есіл өзенінің бойында орналасқан Кенесары ханның ескерткіші. Ескерткіштің ресми ашылуы 2001 жылдың 11 мамырында өтті. Жалпы салмағы 10 тоннадан астам, қола 8 тонна дейді. Бұл ескерткішті тәуелсіздіктің және қалпына келтірілген қазақ мемлекеттігінің басты символдарының бірі десе болады. Ескерткіш жасау жұмысын мүсінші Нұрлан Далбай мен белгілі сәулетші Шота Уәлиханов орындады. Кенесары хан ескерткіші Астана қаласының көрікті орны және Қазақстанның аса көркем және заңғар салт атты ескерткіштерінің бірі болып табылады дейміз. Мәтіндегі қарамен жазылған сөйлемдерді көшіріп жазып, сөйлем мүшесіне талда. Олардың тыныс белгісіне назар аудар дейді. Бізде қарамен жазылған сөйлемдер құлагердің мүсіні мыстан құйылған. Бұл жерде біз сөйлем мүшелеріне талдадық. Бірінші құлагердің дегенге ненің деп сұрақ қоямыз. Бұл анықтауыш, мүсіні несі, бастауыш, мыстан неден, кімнен неден деген сұрақ. Толықтауыштың сұрағы, құйылған нес деген бұл баяндауыш. Келесі, құлагер әйгілі ақан серінің тұлпары дейді. Құлагер не, бұл бастауыш, әйгілі ақан серінің қай, немесе қандай. Бұл анықтауыштың сұрағы. Ақан серінің, бұл күрделі сөз ғой, ақан сер деген. Оған кімнің деген сұрақ қоямыз. Бұл да анықтауыш. Тұлпары несі. Балалар, бұлар бастауыштың сұрағына жауап беріп тұр, бірақ тұлпары деген бізде баяндауыш болады. Себебі қараңыздар, бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылатын сызықша қойылып тұр бұл жерде. Келесі, 14-ші жаттығу сөйлемдерді оқы дейді. Бірінші бағанда әділет оқушы, сәуле бейші, алма жеміс. Әділет оқыды, сәуле биледі, алма пісті дейді. Енді екі бағандағы сөйлемдердің баяндауыштау бұларға сұрақ қой дейді. Екі бағандағы сөйлемдердің баяндаушын салыстыр дейді. Бірінші бағанда бізде балалар әділет оқушы дегенде баяндауыш бұл жерде оқушы. Бірақ бастауыштың сұрағы қойылады. Кім деп? Сәуле бейші, бұл жерде де сәуле кім деген сұрақ қойылады, бірақ бұл баяндауыш болады. Бейші дегеніміз баяндауыш. Алма жеміс, алма не? Бастауышын сұрақ қойылады, бірақ бұл баяндауыш болады. Себебі балалар қараңыздар, бізде бастауыш пен баяндауыштың арасында, егер бастауышта баяндаушта зат есімнен болса, арасына сызықша қойылады. Ал енді екінші бағанда әділет оқыды, не істеді? Сәуле биледі, не істеді? Алма пісті, не істеді? Бұлар баяндауыштар. Келесі 15-ші жаттығу мақалдардың қатесін түзеп көшіріп жаз дейді. Бұл жерде балалар біздер сызықша қоямыз, яғни отан, қуат, отбасы, шуақ дегенде отаннан кейін және отбасыдан кейін біздер сызықша қойдық. Мектеп, кеме, білім, теңіз. Бұл жерде де мектептен кейін сызықша қоямыз және білім деген сөзден кейін сызықша қоямыз. Келесі атасы нан, яғни атасы деген сөзден кейін біз сызықша қоямыз. 16-шы жаттығу шығармашылық үзіліс. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып өлеңді оқы дейді. Өлеңдегі сызықшаны қойылу себебін түсіндір дейді.
балалар қараңыздар, қасқырдың қаруы тісі, есектің қаруы күші, бүркіттің қаруы тырнағы, жыланның қаруы уы. Бұл жерде сызықшаны қою себебі, яғни бұл бастауышта, баяндаушта зат есімнен жасалып тұр, сондықтан араларына сызықша қойылған дейміз. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.